Құрметті оқырман, әңгіме ТВ каналына қош келдіңіздер. әңгіме ТВ каналына тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Маған ықыласы сөніп барады. Әркімнің бір уайымы бар дегендей, жасым 19-да. Ерте тұрмысқа шықтым. Басында сүйіп қосылғандай едік. Енді арадан 6 ай өтпей суып бара жатқан сияқтымыз. Дене сымбаттым да, кескін келбетім де ешкімнен кем емес. Ыстық суымыз тез-ақ басылып қалды. Күйеуім үйленгендігін жұрттан жасырғасы келді. Үйден шыққан сәттен-ақ қолындағы неке жүзігін шешіп тастайды. Қанша рет байқадым. Мені ертіп достарымен кездесуге барғысы келмейді. Бұрынғыша еркелегім келеді. Оңашада мойнына асылып, бар жылы сөзімді айтқым келеді. Ал ол менің қолымды қағып тастап, бөлмеден шығып жүре береді. Сондай сәттерде ызаланып, жылап аламын. Ұнатпаса неменеге үйленеді екен деп ойланып, ас батпай жүр. Кей түндері жастықты көз жасымен шылап шығамын. Ата-анама ештеңе білдіргім келмейді. Әлі бір жыл болмай жатып, ажырасып кетуде ауыр. Олсыз да ажырасып, некесіз туған балдардың саны күн сайын артып бара жатқан заманда тағы бір шарананы әкесіз дүниеге әкелгім келмейді. Бірге жүретін жора достары бәрі бойдақ, мүмкін содан да болар. Әйтеуір маған ықыласы сөніп барады. Олай болса артымнан қалмай жүгіріп, неге үйленді екен? Үйленгенше айтқан тәтті сөздердің бәрі бекер болғаны ма? Әлде еркектердің бәрі солай ма? Сіздер де не дейсіздер? Отбасылық өмірде тәжірибесі бол апалар. Бұл қалыпты жайт па?